Бәріңе сәлем, сіздермен Әсем. Менің бүгінгі блогым басқа блогтардан ерекше болғалы тұр. Себебі мен бүгінгі блогта фильм жаңалықтарымен емес, әлем жаңалықтарымен бөлісетін боламын. Олай болса, кеттік! Қайырлы күн. Әлемді дүр сілкіндірген жаңалық COVID-19. Бұл вирус бізге де келіп жетті. Сіздер бұл вирус туралы ақпаратты интернет желілерінен, күнделікті теледидардан, жаңалықтардан көріп жатасыздар. Осы вирус туралы ақпараттарды қорытындылап, сіздермен бірге Камитова аяулым өз журналистік зерттеуімен бөлісетін болады. Сіздерді елімізді дүр сілкіндірген індет жайлы бүгін толығырақ мен аяулым Айбекқызы таныстыратын боламын. Індеттің шығу тарихына келетін болсақ, 2019 жылы 31 желтоқсанда Ухань қаласында вирус таралды деген ресми ақпарат жеткізілді. Содан кейін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұл вирусты індет деп жариялады. Дәл осы сәттен бастап көптеген елдерде карантин жарияланды. Соның ішінде Италияны алатын болсақ, әрине, бастапқыда ешкім карантинді нақтылай қабылдай алмады. Себебі ешкім әлі бұл індеттің қандай деңгейге әкелетінін білмеді. Өзіміздің тазалығымызды сақтауымыз тиіс екенін нақтылай ұғынуымыз керек. Және де коронавирустың көлемі 100 нанометр, ал біздің күнделікті киіп жүрген бетпердеміз 7 нанометрден артық өткізбейді. Сол себепті өзіміздің денсаулығымыз үшін осы бір бетпердені тастамауымыз сұралады. Және де сыртта жүрген кезде қолымызды көзімізге, мұрнымызға, аузымызға жақындатпауымыз керек. Ал енді өзіміздің аудан тұрғындарымыз тазалықты қалай ұстанып жүргенін зерттеп көрейік. Қайырлы күн, сәлеметсіз, біз Гонингс тобы. Елімізді жаулаған індетке байланысты сұхбат алып жүрік. Сізге қояр 2-3 сұрағымыз бар еді. Ең алғашқы сұрақ, сіз күнделікті індетті жұқтыру алмас үшін тазалықты қалай ұстанып жүрсіз? Әрине, өте қарапайым ережелерді сақтанудамыз. Өзіңіз байқап отырғандай, бетімізге маска тағып, защитный және антисептикті әрқашан қолымызға ұстап, жұқпалы ауруды болдырмас үшін пайдаланудамыз. Барлығына кеңес берерім сол. Ойбай, айтатыным енді бағана кешеден бері осы 2-3 күн болып не келіп жатыр. Барлық инструкция, қалай сақтану, тазалық, сосын көп жиналған кісі жақындамау керек сондай. Алыстан сөйлесу керек деді ау бізге солай айтты. Рахмет. Жалпы енді індет әр қазақстандық өзінің жауапкершілігін сезінсе, бұл індеттен аман есен шығуымызға әбден болады. Сол себептен біздер әр қайсымыз бетперде қолдануымыз керек. Қолымызға қолғап киіп, жаңағы антисептиктарды пайдалануымыз. Бүгін мен өзіміздің дәріханаға барып, керекті нәрселерді сатып алдым. Спирт сияқты, перекись водорода. Тазалықты бәрінің қолын сүртеп, үйге барғанда сабынменен, қыз сабынмен жуынамыз. Туалетке шыққан сайын, кірген сайын қол жуа береміз, соны білеміз. Қашықтан жұмыс жасау немесе қашықтан оқытуға көзқарасыңыз қандай? Жақсы ғой, енді бір қиын жақсы жері бар, бірақ қиын жері бар. Енді біздер ауылда тұратын болғасын, бізде ауылда антенн жоқ, интернет ұстайтын. Кейбір басшыларға айтарым, біздің ауылға антенн қондырып беріңіздер. Әйтпесе бізге қиындық туындап жатыр. Біздің бала шағаларымыз оқуға, біреуінің қабілеті келеді, біреуінің қабілеті келмейді, ауданға қайта келуге. Қазіргі оқу тікелей байланыста оқып отыр ғой. Сол үшін бізде интернет жүйесі жоқ біздің ауылда. Ұзынкөлде. Ауданның әкіміне айтарым сол, бізге қондырып берсін. Үйде 2 қызым оқып жатыр, балам студент. Ол да келіп үйден оқып жатыр қазір.
Аха, көзқарасыңыз дұрыс. Өзім баланы оқыту қиын деп ойлаймын, үйден оқыту. Мұғалім түсіндіргенмен, үйде компьютермен түсіндірген өте қиын деп ойлаймын. Жаңағы көзқарасыңыз бұрыс. Иә. Жалпы енді қаупі зор, сондықтан енді қызметке келмей, үйінен отырып істеуге мүмкіндіктері бар. Бізде қазір 5 маман болатын болса, соны тек қана 2-еу қалды да, 3-еу қашықтықтан жұмыс істейді. Телефон арқылы, WhatsApp арқылы тапсырмалар беріп, солай жұмыс істеп отырмыз. Бұл індет қай уақытқа дейін созылады деп ойлайсыздар? Ойлаймын, жылдан біткен жақсы енді, баяғы айтады ғой енді қазір. Ешкім айта алмайды, вакцина ма, бірдемесінен табатын болар, үкімет бар, не бар, санкция дегенде, мета бар. Аха, рахмет. Сондай жағдай болса, жақсы болатын еді, ертеде болса. Аха, рахмет. Бәрін қорқытты ғой. Бұл індеттің созылуы жалпы халықтың карантинге дұрыс көзқараспен қарап, егер сақтанып жүрсек, ауырып қалған адамдар дер уақытында ем қабылдаса, өздері жазылады да, ары қарай тарап кетпейді. Болды. Рахмет, көп сау болыңыз. Ал ол жағын білмеймін, біреулер айтып жатыр, неге апрельдің аяғына дейін деп. Білмейміз ол жағын точно. Тез арада бітеді деп ойлаймын. Ондай қауіп болмайды ғой деп ойлаймын. Себебі деген барлық жерде қауіпсіздік жағдайлар жасалынып отырғанға байланысты дер кезінде тоқтайды деп ойлаймын. Білмеймін, бір Алла біледі. Аха, рахмет, көп сау болыңыз. Сау болыңыз. Аха. Мен айта алмаймын. Оны бір Құдай біледі ғой. Тезірек бітсе екен дейміз. Я, рахмет. Аман болайық. Аха, рахмет, сау болыңыз. Елімізде індет Италиядағы секілді жан-жаққа тарап кетпес үшін сіз бен біз үйде отыруымыз керек. Карантин уақытта далаға шықпай, шамай келгенше үйде отыруларыңыз сұралады. Себебі сіз өз денсаулығыңызды сақтай отырып, өзгенің денсаулығын сақтайсыз. Жақын арада індет жойылады деген үміттеміз. Жақсы сөз жарылыңыз. Сәуір болмай демекші, алдағы сәуір айына көп үміт күтеміз. Сөз кезегін әріптесім Әсемге жолдаймын. Аяулымға үлкен рахмет. Өздеріңіз көргендеріңіздей, бұл вирус барлық жерде де болуы мүмкін. Әрине, сіз ойлайсыз, бұл менің араласатын ортамда жоқ деп. Алайда, сіз араласатын ортада да бұл вирустың болуы әбден мүмкін. Сол үшін де сақтық шараларын қолданып, сақ болғайсыздар. Үйде қалыңыз. Барлық жаңалықтарда бұл вирустың тек жағымсыз жақтарын айтуда. Алайда мен сіздерге жағымды жақтарымен де бөліскім келіп отыр. Адам өзінің ой-өрісін кеңейтуде. Вирус туралы ақпараттарды ізденіп, әлем жаңалықтарымен өз білімін толықтыруда. Өзін-өзі оқыту процесін жүргізуде. Адамдар гигиенаны сақтап, өзін-өзі таза ұстауда. Адамдар үйде отырғандықтан табиғат тазаруда және жандануда. Бұл жер планетасы үшін қайта қалпына келуге үлкен мүмкіндік. Адамдар өз бос уақытты отбасына арнап, жақындарымен өткізуде. Уақытын жақсы істерге жұмсауда. Бұрын байқамаған, мән бермеген нәрселерді қадірлеуде. Әлем сауда-саттық нарқында азық-түлік бағасын бір қалыпты ұстап тұру қиынға түсуде. Алайда, біздің ауданымызда азық-түлік бағасын бір қалыпты ұстап тұрған Елемес Ескендір ағамыздың болысы баршамызды қуантады. Осындай қиын қыстау кезде адамдар бір-біріне көмек беруде. Адамгершілік болмысын жоғалтпауда. Жақыныңызға, отбасыңызға жақсылық жасағыңыз келсе, үйде қалыңыз.